Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермен? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ерекше бір таңғы астың рецептін көрсетейін деп отырмын. Менің немерелерім демалыс күндері үйде болғанда осындай ерекше бір таңғы ас жасап беріңізші деп өтініш білдіреді. Ол міне дайын болғанда мынандай болды, міне осындай құймақ сияқты, құрамында әрине жұмыртқа бар, сыр бар және шұжық бар дегендей, көкөніс те бар. Осындай ерекше дәмі бар, ерекше дәмді және оңай дайындалатын таңғы ас жегілеріңіз келсе, менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болыңыздар асхана әлемінде. Мен бастаймын. Міне бүгінгі видеоға керек заттарымыз осындай бір бума укроп, кішкене солыңқырап қапты, енді ештеңе етпейді. Осындай бір помидор, бір бұрыш, болгар бұрышы. Міне мына жерде 120 грамдай сыр және 170 грамдай колбаса. Колбасамыз қандай колбаса қолыңызда бар, сонымен істей берсеңіз болады. Және 3 дана жұмыртқа. Қаймақ тоже өзіңіз білесіз, қандай қаймағыңыз бар. 2-3 қасық қана керек қаймақ. Қазір енді ортамызды босатып аламыз да, біз алдымен колбасаны кубиктап турап аламыз.